Zoom'da qo'shdim. Qo'shdimi? Hurmatli o'quvchilar, mana yerda hozir ulashtirma qog'ozlar bor. O'sha ulashtirma qog'ozlarni olib, mana yerda nutq muhiti, atlant muhiti, muzda muhiti va unda muhitlar bor. Qaysinizda qalay o'sha muhit atovlari chiqadi, so'l bo'yicha to'g'risida o'tirasizlar. Boshqa bo'laverasizlar. Hurmatli o'quvchilar, endi qo'layli atmosfera qo'llashtirib olish uchun geografiyalik nomenklaturani foydalana o'tirib, bugun sertifikatning masalasi bo'yicha. Misalga, mening ismim Ruslan. Geografiyalik atovlarga байланысты men o'zimda ismning boshqarib geografiyalik atovlarga байланысты salqinlikni aytib o'taman. Mening ismim Ruslan. Dünyadagi eng ulkan mamlakat Rossiya. Солай ғой, ja? Жан-жағы теңіздермен қоршалған үлкен мен Ruslan ағайдың жасы. Енді мен сіздерден де соны сұрағым келеді. Әр топтан бір-екі оқушы өздерінің атауларына байланысты географиялық сыздармен салыстырса. Ал мына мұхитында кім айтқысы келеді? Иә? Арал қаласында жақсы теңізбен байланыстырып тұрсыз, иә? Жақсы, рахмет. Атыңдым. Нұрсымбат, жақсы, керемет. Мына топта орындарынан тұрып. Гүлдәурен. Гүлдәурен Гренландиямен салыстыра және барғысы келеді. Қандай керемет мына топта? Кім бар? Иә? Ох, бәрекелді жағдайсың. Мына топта? Сенің есімің? Жұбаныш, яғни Еуропа теңізбен байланысым келеді, келешекте барғым келеді ғой, иә? Жақсы жарайсың. Рахмет, керемет. Мінекей біз географиялық номенклатура бойынша жаңа есімдерді байланыстырып шықтық. Енді құрметті оқушылар, біздер осыған дейін біз гидросфера деп аталатын үлкен тақырыпты көздік, гидросфера және оның құрамдас бөліктері деген. Енді қазір осы рандом әдісі арқылы мына жерде сіздерге қазір жұмыс қойылады. Қолдарыңызды көтеріп, сұрақтарға жауап берсеңіздер. Келістік па? Әр топтан шықсының мүмкіншілігінше. Кім жауап береді? Қазақстан аумағында қанша мұхиттар бар? Кім жауап береді? Қазақстан аумағында 2700. Жақсы, 2724 достық. Керемет, қарайсыз. Келесі. Гидросфераның құрамдас бөліктерін атаңыз дейді. Басқа топтан бар ма? Гидросфераның құрамдас бөліктерін атаңыз. Кім бар атайды? Тез. Біліп тұрсың ба? Атай ғой. Гидросфераның құрамдас бөліктері керемет. Өте жақсы. Рахмет. Келесі. Қазақстанда қанша артезиан алаптары бар? Басқа оқушылар? 8 ірі артезиан алаптары бар. Жақсы. Келесі. Жер шарының су қабаты қалай аталады? Ол қалай? Гидросфера, яғни су сфера шар деген мағынаны. Рахмет. Келесі.
судың қандай қасиеттері бар? Басқа? Я? Қандай? Керемет. Рахмет. Рахмет. Жарайсың. Дүниежүзілік су айналымы дегеніміз не? Кім жауап береді? Күрделі сұрақ, білемін, бірақ мен сіздерді біледі деп ойлаймын. Ал? Яғни қайтадан ол жаңбыр жауып арман қарай жер асты сулары немесе өзендер арқылы қайтадан мұхитқа істейді қосылады, иә? Бұл дүниежүзілік мұхит су айналымы. Жақсы, керемет, жарайсың. Енді соңғы сұрағымыз біздің жер асты су дегеніміз не? Осы жігіттер қайда? Біздің қайсар жігіттер қайда? Бар ма біздің? Біледі ғой, неге білмейміз? Жер асты суы. Жауабын айтыңдар. Немесе атасының әжесінің ауылына барған кезде құдықтан су тартып көргендер бар ма? Кім тартып көрді? Тартып көрдіңдер? Қауған қолы шықты ма? Жақсы, сол не болып табылады? Жер асты сулары болып табылады. Атаның әжесінің ауылындағы суы сол. Жақсы, рахмет, жарайсыздар. Олай болса, құрметті оқушылар, желтоқсан айы адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша бірлікті ынтымақ айы болып табылады. Яғни деген сөз солай. Сіздер Жапония деген елді білесіздер ме? Яғни әлемдегі мәдениеті бойынша алдыңғы орын алатын аралдық мемлекет неге жан-жағы теңіз суларымен қоршалған Жапония мемлекетінде 2011 жылы жер сілкінісінің салдарынан үлкен цунами пайда болды. Яғни сол цунами Жапонияға үлкен қайғылы апат әкелді. Жапония әлемде халқының саны жөнінен 100 миллион үстінде халық бар, жалпы алдыңғы ондыққа кіреді. Халық көп өте. Дегенмен де осындай үлкен апат болса да, Жапония халқы өздерінің бірліктерін, ынтымақтастықтарын сол жерде дәлелдеп, мына қараңыздаршы, мына жерде бізде мынандай ақпараттарда дүние мүлкін жоғалтты дейді қанша адам. Бірақ жапон халқы бір-біріне қолдау көрсетіп, тыныштық сақтап, мәдениетті түрде кезекке тұрып, бір нанды бөлісіп жеді. Дүкендерде ешқандай тонау немесе халықтардың арасында жанжал болған жоқ. Осындай ынтымақпен, осындай бірлікпен олар сол қиындықты еңсере біліп, қайтадан Жапония мемлекетін аяққа тұрды. Көрдіңдер ме? Сондықтан да бүгінгі сіздерге сабақтарыңызда тақырыптарыңызға тілеймін. Олай болса, біз осындай бірлікпен, ынтымақпен жаңа сабағымызды бастайық. Олай болатын болса, қазір мен сіздерге мына жерде анимация беріп, соны жаңа сабақты көрсетіп болжап. Келістік пе? Қандай болмақ? Бұл не көрсетіп тұр бұл жерде? Не көрсетіп тұр? Гидросфера, балықтар, тағы. Мұхиттар көрсетілді, иә? Сонда біздің бүгінгі жаңа сабағымыздың мұхиттар неге шынында мынандай шоғырланған балықтар тобыры бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы мұхит суларының географиялық орналасуы мен қасиеттері. Оқу бағдарламасы яғни оқу мақсаты дүниежүзілік мұхиттың құрамын білеміз, географиялық жағдайын білеміз, қасиеттерін анықтайтын боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі мақсаты. Жақсы, рахмет. Олай болатын болса, жаңа сабағымыз міне жаңа айттым тақырыпты. Енді келесі сіздерге қазір мен түртіп алу әдісі бойынша мына жерде жасанды интеллект сіздерге сабақты түсіндіретін болады. Сіздер қашетті жеңін бүгін желтоқсанның 11-і. Тез етейік болады, тез етейік. Дәптер бар ма бәрімізде, иә? Мұхит суларының географиялық орналасуы мен қасиеттері тақырып. Мұхит суларының географиялық орналасуы мен қасиеттері. Бүгін біз осы тақырыпты талдаймыз.
ол тақырыпта сіздер біз болып айтатын боламыз. Құрметті оқушылар, енді назарларыңызды маған қарай бұрыңыздар. Мына жерде қазір жасанды интеллект сіздерге сабақ туралы ақпарат береді. Қажетті жерлерде түрді естіп па? Жақсы, онда назарыңыз. Ең терең жері Көлдің шумасы, тереңдігі 8742 метр. Үнді мұхит ауданы 76,2 миллион километр. Ең терең жері Ямаш шумасы 7,29 метр. Солтүстік мұзды мұхиты ауданы 11,8, ең терең жері 5527 метр. Гренланд теңізі. Жалпы төртінші туралы жасанды интеллект бізге жаңа ақпарат берді, иә? Енді қандай құрметті оқушылар, жаңа міне мұхитты көрдіңіздер, мынау дүниежүзілік мұхит болып табылады, біздің жер шарының 71% осы мұхитқа тиесілі. Қалған қанша пайызы аралдар мен материктерге тиесілі? 71 болса, 29%, яғни мына материктер мен солай ғой, сонда біздің жер шарының міне алдарыңызда глобустар, мынау біздің жер шарының елестетіңіздер, осы глобустың мұхиттар, теңіздер көкпен белгіленетін болса, осының көп бөлігі осы көкөстерге, яғни тиесілі болып тұр. Енді, құрметті оқушылар, жалпы мұхиттар бірнеше мұхиттардың бөліктері болады, соған кішкентай назар салайық. Соның ішінде мұхиттарды жаңа білдік, бұғаздар деген бар, бөліктері. Бұғаздар дегеніміз теңіздер мен теңіздерді қосатын су жолы. Яғни материктер мен материктерді, аралдар мен аралдарды, аралдар мен материктерді байланыстыратын су жолы болып табылады. Мысалға, мына жерде ұзын Мадагаскар аралы мен Африканы байланыстырады. Ең қысқа су жолы мына жерде Гибралтар бұғазы бар. Неге осындай су жолдарын өздері бұғаздар. Тағы да бір ерекше бөлік, онда біз айтуға міндеттіміз, шығанақтар, Мексика шығанақтары. Және де ең үлкен шығанақтар, мына жерде алып шығанақтар. Яғни бұл теңіздің құрылымға суына орналасқан бөлігі болып табылады. Түсінікті ғой, жақсы. Одан кейін біз теңіздер деген бар. Теңіздерді де білуге тиіспіз. Теңіздер дегеніміз, мына аралдар мен материктердің құрлықтардың жағалауындағы бірегей су. Көрдік па? Сонымен қатар үлкен теңіздер бар, Норвег теңізі, Баренц жалпылардың теңіздер. Теңіздер екіге бөлініп қарастырылады. Сыртқы теңіздер және ішкі теңіздер. Мен жаңа сіздерге сыртқы теңіздерді айттым, менде ішкі теңіздерді бөлінген Жерорта теңізі және Каспий теңізі болып табылады. Каспий теңізі ол теңізде біз ауданына байланысты айтқан Краков көлігі шығар. Оны біз тағы да алдағы сабақта өтетін боламыз. Бұл мұхиттың енді құрметті оқушылар, мына жерде бір нәрсе мұхиттардың біздің тақырып қасиеттері деген де сөз бар ғой, мұхиттардың соның қасиеттері бар. Яғни бірінші оның температурасы және тұздылығы. Мына мұхиттар бір-бірімен қарап отырсақ байланысты, дегенмен де олардың бір-бірінен ерекшеленетіні олардың қасиеттері деген. Яғни мұхит суының тынық мұхиты және жаңа бұл да жылы мұхит болып табылады. Мына Атлант мұхиты тұзды мұхит болып табылады. Үнді мұхиты ең жылы мұхит. Ал солтүстік мұхиты Атлант мұхиттармен салыстырғанда тұзды астау. Түсінікті ма? Яғни мен мына жерде көрсетіп жүрдім, мінекей мұхиттың орташа тұздығы 35 миллилитр. Осы жерде мен сізге кішкентай бір ақпарат айтып жүрейін. Мынау бір литр су, яғни мұхит суының тұздығы, мұхит суының бір литр суында мынау 35 грамм тұз тұр. Осыны салып жіберсем, мұхит суының бір қасиетті тұздығы анықтай аласыз. Яғни маңызды қасиеттер ол тұзды болып табылады. Түсінікті ма? 35 грамм, яғни промилле
Дегенмен де әр мұхиттың өзіне тән несі бар? Қасиеті. Жақсы. Олай болатын болса, құрметті оқушылар, келесі біз енді тапсырмаларды орындауға боламыз. Енді сіздердің диксо әдісі арқылы қазір тапсырма орындаймыз, бұны топтық жұмыс істеп атаймыз. Сіздердің қолдарыңызда ноутбук берілген, ноутбуктен тапсырмалар бар. Күн туралы анықтаманы толтырасыздар. Атлант мұхиты туралы анықтаманы, солтүстік мұхиты туралы анықтаманы сіздер жалпы ақпарат жинақтайсыздар. Жаңа алған білімімізді енді біз нақтылауымыз керек. Келістік па? Солтүстік мұхитын ашыңыздар, бірге жұмыс жасайсыздар, бұны топтық жұмыс істейді. Сіздердің топтарыңызды енді мұхитын ашыңыздар. Және презентацияға шығамыз қазір. Әр топтан 2 оқушы тақтаға қорғайтын болады. Сіздерге 5 минут уақыт беріледі орындауға. Bir minut vakit var. Sizde solcuk uzun bilmez, solcuk uzun Akbarat inovatsizlar mı? Al, orada kod var. Birinci,
Жер шарындағы ең үлкен мұхит қалай аталады? Сонда мұхиттан бастап сұраймыз ба? Онда осы командадан сұрайды. Кімдер шығады? Презентация қойғайсыздар? Балалар былай ғой. Сіздер назарларыңызды салып тыңдаңыздар. Бұл толқынды мұхит туралы білеміз. Біз енді соны сіздерге білгізгіміз келеді. Мен жаңа айттым, бірлік ынтымақ. Тыңдайыз. Қартадан көрсетеміз, қартадан көрсетеміз. Ол мұхиттардың 46%-ін алады. Бұл мұхиттың ішінде көптеген су немесе жануарлар оның ауданы 178 миллион гектар, ал оның ең терең жері Мариана Шұңғылмасы. Onların duvarlarla ilgili bulacak bize gibi hatta Kore'nin bu yani bu halat da zor. Çünkü acılar duvarlardan sanatlardan ise sanatlardan atış kanallar şu çekme sonra bu kita sana atau kalau kalau sana jadi ada sesuatu atas Жақсы. Қырық оқиды көрсете қойыңыздар. Қартадан. Жақсы, рахмет. Отыра қойыңыздар. Келесі. Бөлім жөнінен екінші орындалатын мұхит. Атлант мұхитының соңынан кімдер шығады? Келе қойыңыздар. Көзі шығасың ба? Қандай қасым адам? Кел Жұбаныш. Атлант мұхиты бізде жер шары бойынша екінші орында. Оның негізгі ауданы 91 миллион километр квадрат болып табылады. Бізде оның ең терең жері Пуэрто-Рико шыңғылмасы болып табылады. Ол бізде 8742 метр болады. Atlanta muhitте екінші үлкен мұхит. Оның жасалған өте көбіне стресс сияқты маңызды ағыстар бар. Олар Одан бөлек бізде Атлант мұхитында теңіздер бар. Оларды айта кететін болсақ, бізде Балтық теңізі, солтүстік теңіз, Ирландия теңізі, Орта жер теңізі және басқа көп теңіздер бар. Бізде одан бөлек тағы да бұғаздар да бар. Ол бұғаздар Гибралтар бұғазы, Еуропа мен Африка арасында орналасқан. Және Ла-Манш бұғазы, Британия аралы мен Франция арасында орналасқан. Дания бұғазы Балтық солтүстік арасында орналасқан. Босфор бұғазы Қара теңіз бен Мәрмәр теңізі арасында орналасқан. Одан кейін бізде ең үлкен бұғаздардың бірі ол Дрейк бұғазы. Оңтүстік Америка мен Антарктида арасында орналасқан. Шығанақтары Скандинавия, шығанағы Норвегия, Швейцария, Ирландия, шығанағы Данияда орналасқан. Және шығанағы Испания, Португалияда орналасқан. Болды. Рахмет. Сіздер жақсы қорғадыңыздар. Менің тарапымнан бір сұрақ бар да. Біз тақырыбымыз дүниежүзілік мұхит, жалпы оның бөліктері туралы айтып. Енді осы жерде ше шығанақтарды көрсете аласыңдар ма? Шығанақ дегеніміз не жалпы? Теңіздің
bölügi ya. Qanday ishxonatlarni bilasizlar? Qayda? Xo'p, durust. Nechta ishxonat? To'g'ri, tag'da. Durust aytasiz, qayda? Bu ishxonat bor ekan, ya. Yaxshi. So'ng bo'g'azlar turoldi, xo'jaga, ya. Qanday bo'g'azlar tuzaymiz? O, kelib, Atlantik dengizga qarsimi? Ya, durust. Gibraltar bo'g'azi bor ekan. Ya'ni Alifga aygli suv yo'lida o'tgan ma'nosi shunday bo'g'azlar bor ekan. Jaraysiz. Rahmat. Kelesi, hop, qaytib, hop. Qo'lim uchun ta'zir uchinchi o'rinda oldim. Undan qaydan mumkin? Men tapansiz. Kelib o'yinda kim ishlat to'xtadi? Birinchi muhit ko'rsatuv. Yevropaliklar. Ko'rsatuv. Yaxshi, prezentatsiyangizni olamiz. Onun avlanış inşası bütün olan ciddi milyon tane fazla. Yani onun Çiğ bu yavaş yavaş olmuş. Çünkü nasıl bu fazla. Onun Çiğ'in bir de çünkü onun Çiğ'in cima olmuş. Ne bu fazla. O da Çiğ'in bu nerede gelip olsa bu işin Çiğ'in onun Çiğ'in zira kızıl deniz, Arap deniz, Farsı şahsı, Andaman denizi, Timur denizi. Sonra hatta bizde öyle mutlaka boğazlar var. Boğazlar bu bazen boğazlar, aşağı boğazlar, Malatya boğazlar, Avrupa boğazları, Bab, Anadolu boğazlar var. Arap Hindiston'da, Hindistan'da, Somali, Şuran'da Malaka Şuran'da var ya. Endi ikimizga bir so'roq qo'yib ketdi. Endi muhitni kengizlari qay materiallarni javob shaylar? Yana to'xtatamiz. Qay materiallarni javob? Asya'da, Afrika'da ve Avustralya және Antarktida ya. Ya'ni Asiya bo'lgan material dұрыс, Asiya deb aytuvimda, biroq deganda Евразия material. Ya'ni Afrikani, Avstraliyani және Antarktida material. Yaxshi, rahmat, jurnalistlar. Kelesi top o'lim jo'ndan. Shuna qo'yinglar, kim chiqadi? O'lim jo'ndan 4-o'rinda oladi. To'g'ri muhit turali axborot berasiz. Qandaysiz? Al. Yaxshi, sizlarga so'rab, biroz yo'q. Boshqa muhitlardan berishingizga keting. Muzvasqani, shunaqa suvoy qo'yib, gapirib qo'ying.
яғни солтүстік поляр аймақта иә табылған ең кіші. Жарайсыз, керемет, жақсы ақпарат бердіңіз. Рахмет. Құрметті оқушылар, енді жұрттық тапсырма беріледі сіздерге. Менің қолымда мінекей тапсырмалар парағы бар. Маған бірінші назар аударыңыздаршы. Құрметті оқушылар, мінекей мынау жұрттық тапсырма. Екеуден орындайсыздар, иә? Ал мына тапсырмаларға диспетчермен өзім айтады. Келістік па? Екеуден орындаймыз. Екеуден орындаймыз. Бұл арқан тарту әдіс деп аталады. Бұл арқан тарту әдісі балалар. Мына жерде қазір жасанды интеллектпен жұмыс жасауға болады. Бірінші мынаны жер қазір телефондарыңызды ашып телефонмен көруге болады. Болмаса, мына біздің қолымызда қолдарыңызға тест бойынша сұрақтар жүріп тұр. Осыдан дұрыс келтіріп шығыңыздар. Яғни бұл бағаланады балалар. Сіздерге дұрыс жауапқа 2 балл беріліп жүр тапсырмаларға. Кім болды тапсырманы? Жұрттық жұмыстың тапсырмасын болсаңыздар, тақтаға шығып та арқан тартуға болады. Дұрыс тапсырмаға 2 балл беріледі. Тапсырманың орындалуына 2 балл беріледі. Онда балалар мен өзім шығарайын, иә? Сендер болған сияқтысыңдар ғой. Екеуіңізді шығарайын. Арқан тарту ойыны. Мына жерде сен мына команданы сұрақ беріліп, дұрыс жауаптарды белгілейсіздер. Арқан тарту мұхит соның қасиеттеріне байланысты сіздерге тапсырмалар бар. Сол жақ команда жаңа жеңімпаз атанды, иә? Сізге алып сұрақ берілді, соның алдауында жауап сізге 5 сұрақ, сізге 6 сұрақ берді. Екеуіңізде де бірдей ғой, сіз 5-ге жауап бердіңіз. Жақсы, мына жақта көп жақтағы оқушы сіздің жеңді. Арқан тартыстан. Жақсы? Рахмет. Тағы да кім шықсы керек? Тағы кім шықсы керек? Арқан тартыс. Сол команда 10 команда болып табылады. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Арқан тартыстан мынаны қараңдаршы, кім жеңіп отырғанын
Жақсы, рахмет, отыра беріңіз. Ешкім болмайды. Армандар кісі ойын ұнады ма? Жақсы, мына жерде жаңа көрсетіп тұр, бұл енді жаңа қыздарға айтып, ұлы құндылықтарды меңгеру мақсатында болып жатыр. Жақсы, мен жаңа айттым, өздеріңіз бағалап отырсаңыздар болады. Егер де мына жерде жаңа шықты ғой, дұрыс жауап берсеңіздер 2 балл бөліп отырасыздар. Егер де біреуі немесе екеуі дұрыс болмаса, онда 1 балл ойнайды. Түсінікті ме? Жақсы. Олай болатын болса, біз қазір картамен жұмыс, бұл жеке жұмыс болып табылады. Сіздердің қолдарыңызда мінекей тапсырма берілген, бұны сәйкестендіресіздер. Яғни бұл картамен жұмыс болып табылады, балалар. Келістік па? Қазір қолдарыңызда ұялы телефон бар ғой, иә? Бұл ұялы телефонды алып, көріп-көріппенде орындап, немесе мына картада да болады, немесе телефондарыңыз болмаса, сызып бір-біріне сәйкестендірсеңіздер де болады. Яғни мына жерде сәйкестендіреміз. Құрметті оқушылар, мына жерде дискретті көрсетілген. Картада 5-6 тегіз жоғар және шығанақтарын дұрыс таба алсаңыз 1 балл. Нысандардың мұхитқа қатысты орналасуын дұрыс анықтасаңыз 1 балл. Тегінде дұрыс ұстану түрін ажырақтан тегіз болғаннан шығанақ. Яғни бұған 2 балл беріледі. Бұл жалпы 4 балл болып табылады. Сіздердің қолдарыңызда суретер бар ғой, иә? Картамен жұмыс істеген. Міне қараңыздаршы, балалар. Қараймыз. Картамен жұмыс істеген. Мынау мен мынаны қазір сурет топтан өткізіп алып, сотпен де орындай берсеңіздер болады. Егер қолдарыңызда ұялы телефон болса. Мынада да түсіріп алсаңыздар болады. Жасанды интеллекттің бізге үлкен көмегі, иә? Заманауи білім беруге бізге үлкен көмек тигізеді. Ашылды ма? Кімде ашылды? Кімде ашылды? Сенде ашылды ғой. Сенде ашылды ғой. Оған не сәйкестендір шақырады. Керемет. Жұмыс жасай беріңіздер, ашылса. Болады. Тынық мұхиты тобы бәрі ашып алыпты. Атлант мұхитынан 4 бала ашып. Үнді мұхитынан сіздер шығыңыз. Қашанның басына барсаңыз да есеп сөзін көмекті баршады. Неге бәрінде ашып онда ше уақыт алмаңдар, мынаумен сәйкестендір. Ашылмасы уақыт алмаңдар, мынаумен сәйкестендір. Иә, болдылар, орындап. Қағазбен орындайық. Ашылмаса уақыт алмаңдар, мынаумен сәйкестендіріңіз. Сызып мынаумен сәйкестендірсеңдер де болады. Географиялық карта. Картамен жұмыс. Кездері мынау